Қайырлы таң, құрметті оқушылар. Менің аты-жөнім Айнұр Бүркітбайқызы. Сауат ашу сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Бүгінгі сабақта сен дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратасың, жуан және жіңішке дыбыстарды атайсың. Балалар, өткен сабақты есімізге түсірейікші? Дауысты дыбыстарды. Дауысты дыбыстар: а, ә, е, о, ү, и, у. Тамаша, балалар. Дауысты дыбыстар, балалар, тілдің қатысына қарай екіге бөлінеді: жуан және жіңішке. Олай болса, осы тақырыпқа байланысты видеороликке назар аударайық. Қазақ тілінде 4-ақ жуан дауысты дыбыс бар, және олардың жіңішке дауысты сыңарлары бар. Мысалы, аның жіңішке сыңары қандай дыбыс? Айтшы. Дұрыс. Тағы қандай жуан жіңішке сыңары бар дауыстыларды білесің? А, о, Видеоролик бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Сонымен, жуан дауысты дыбыстардың саны нешеу екен? Тамаша, балалар, жуан дауысты дыбыстардың саны 4-еу. Оларды атап көрейікші. А, о, және ы. Жуан дауысты дыбыстардың жұптарын қайталайық. А, ә, о, және балалар у дыбысы. Сонымен қатар қандай дауысты дыбыстар бар еді? И, у. Тамаша, балалар. Олай болса, келесі кезекте мен сіздерге тапсырма дайындап қойдым. Сіздерде көріп тұрғандарыңыздай жеміс-жидек берілген. Осы жеміс-жидектерді, балалар, сіздер қандай дауысты дыбыстан тұрғанын анықтауларыңыз керек. Құлпынай, ол жуан дауысты дыбыс па, әлде жіңішке дауысты дыбыс па? Балалар, құлпынай сөзі жуан дауысты дыбыс. Себебі о және а, дыбыстары жуан болып тұр. Келесі алма. Алма сөзінде а дыбысы жуан дауысты болып тұр. Жүзім сөзі, балалар, қалай айтылып тұр? Тамаша, жіңішке айтылып тұр. Және жіңішке дауысты дыбыстар бар. Өрік сөзі, балалар, жіңішке айтылып тұр. Және жіңішке дауысты дыбыстар бар. Тамаша, тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын. Келесі слайдқа назар аударсаңыздар, мен сіздерге 2 сөз дайындап қойдым: мектеп және аспаз. Сіздердің тапсырмаларыңыз дауысты дыбысқа басталып тұрған сөзді анықтау. Кәне бірге анықтайық. Мектеп дауысты дыбысқа басталып тұр ма? Жоқ, балалар. Мектеп дауыссыз дыбысқа басталып тұр. Ал аспаз деген сөз дауысты дыбыстан басталып тұр. А дыбысы бұл жерде жуан дауысты дыбыс. Сіздер тапсырманы қаншалықты дұрыс орындағандарыңызды білу үшін мектептен тест тапсырмасын орындайық. Сіздер дайын болсаңыздар, ойынды бірге бастайық. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай нешеге бөлінетінін көрсет. 3-ке, 4-ке, 2-ге. Балалар, дауысты дыбыс тілдің қатысына қарай 2-ге бөлінеді. Ол жуан және жіңішке. Келесі сұрақ: қандай дауысты дыбыс? Жуан, үлкен, қалың, жіңішке. Жіңішке дауысты дыбыс. Дыбысының жуан сыңары: е. Дыбысының жуан сыңары дыбысы. Жұлдыз деген сөздегі дауысты дыбыс саны: 2 дауысты дыбыс бар. Және қандай дауысты дыбыс? Қалың, жуан, қысқа, жіңішке. Дыбысы, бала, жуан дауысты дыбыс. Келесі қандай дауысты дыбыс, балалар? Ол бізде жіңішке дауысты дыбыс. Жіңішке дауысты дыбысты табыңыз.
о, о жіңішке дауысты дыбыс бұл жерде балалар дыбысы. Құлын деген сөзге сәйкес келетін сөз піл, кірпі, сандық, бұзау. Құлын деген сөзге балалар бұзау деген сәйкес келеді. Дыбысының жуан сыңары жауабы дұрыс болады. Жіңішке сөзді табыңыз. Арыстан, кірпі, бұзау, құлын. Жіңішке сөз балалар бұл жерде кірпі. Тамаша, біз жаттығуды өте жақсы орындадық. Бүгінгі сабақты жақсы меңгердіңіздер деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсің бе бірінші сынып оқушысы. Өзіңмен тағы да эфирде кездескеніме өте қуаныштымын. Ендеше бүгінгі математика сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы есеп шығару. Бүгінгі сабақта математика оқулығының 88-89 беттерін өтетін боламыз. Осы сабақта саудаға қатысты есептерді шығаруды үйренесің. Есепті талдап, оған сәйкес сызбаны сызу дағдыңды жетілдіресің. Есептердің шартына сәйкес сызбаларды анықтайсың. Кәнеке, ендеше сенмен бірге мектеп асханасына барып көрейік. Бүгін мектеп асханасындағы ас мәзірі ерекше үлгіде беріліпті. Суретке назар аударшы. Заттардың бағасын анықтай аласың ба? Ал қай заттың бағасы арзан, қай зат қымбат, ал қай заттардың бағасы бірдей екенін салыстырып көр. Сызбаның сол жағында берілген сандарға назар аудар. Ол заттың бағасын білдіреді. Әр заттың бағасын анықтауға талпын. Дайынсың ба? Ендеше өзіңді тексерейік. Ең бағасы арзан бұл бауырсақ. Бауырсақ 20 теңге тұрады. Ең бағасы қымбат, бәрекелді, бұл самса. Самса 50 теңге. Ал бағасы бірдей не екен? Сүт пен бәліштің бағасы тең, ол 40 теңге тұрады. Әрине, сенің бағаларды дұрыс тапқаныңа сенімдімін. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Қазір сенің мектеп асханасынан таңғы ас таңдауға мүмкіндігің бар. Қай тағамдардың түрін таңдар едің? Тура төлем жасау үшін қандай монеталармен төлем жасайтыныңды ойлан. Ол үшін сенің 50 теңгелік, бір 20 теңгелік, екі 10 теңгелік монетаң бар. Сонда сенің қолыңда барлығы қанша ақшаң бар? Есептедің бе? Жарайсың. 50 теңгеге 20 теңгемізді қосамыз 70, оған 10 теңге 80, тағы да 10 теңгемен барлығы қолымызда 90 теңге екен. Ендеше осы 90 теңгеге алынатын таңғы ас мәзірлерінің бағасын есептеп көрейік. Қандай түрлі комбинациялар жасап алуға болады? Саған суретте 3 таңғы астың нұсқасы ұсынылып тұр. Осылардың бағасын есепте. Бірінші, бәліш пен шырын сатып алған жағдайда, немесе самса мен сүт сатып алған жағдайда, екі бауырсақ пен сүт алған жағдайда неше теңге төлейсің? Ойлан. Есептеп болдың ба? Онда өзіңді тексер. Бәліш пен шырын сатып алған жағдайда 40 теңгеге 30 теңгені қосып, барлығы қанша 70 теңге төлейді екенбіз. Дәл таптың ба? Жарайсың. Ендеше қай монеталармен төлейміз? 50 теңгелік, 20 теңгелік монетамен. Екінші тәсіл 50 теңгелік және 10 теңгелік екі монета арқылы тура төлем жасауыңа болады. Бәрекелді. Самса мен сүт сатып алған жағдайда. Самса 50 теңге, сүт 40 теңге.
барлығы 90 теңге төлем жасаймыз. Қай монеталармен төлейміз? 50 теңгелік, 20 теңгелікті және 10 теңгелігімізді береді екенбіз. Енді келесі жауабыңды тексер. 2 бауырсақ пен сүт сатып алған жағдайда 20 теңгеден 2 бауырсағымыз 40 теңге және оған 40 теңгені қосамыз 80 теңге. Әлбетте, сенің дұрыс есептегеніне сенімдімін. Ал монеталарды қалай төледің? 50 теңгелік, 20 теңгелік және 10 теңгелік. Барлығы 80 теңге. Бәрекелді. Біз күнделікті өмірде түрлі математикалық есептер шығаратынымызды байқамайды екенбіз. Қазір ғана сен менімен бірге есеп шығардың. Ал алдыңғы 90-да өткен есеп туралы өткен білімімізді еске түсіріп көрейік. Есеп дегеніміз не еді? Ол үшін мына кестеде берілген тапсырмаларды салыстыр. Қайсысы есеп? Неліктен есептейміз? Есіңе түсті ме? Ендеше жауабымызды тексерейік. Назым асханадан тоқаш пен 1 стақан сүт сатып алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге, 1 стақан сүттің бағасы 30 теңге. Бұл есептің шарты. Назым қанша теңге төлейді? Бұл есептің сұрағы. Яғни есеп құрылымы бойынша міндетті түрде шарты және сұрағы болу керек екен. Есеп құрылымын қайта есіңізге сызба арқылы түсіріп тағы бір пысықтайық. Есеп мәтіні шарты және сұрағынан тұрады. Сұраққа жауап беру үшін міндетті түрде есептің шешуі болады. Шешу нәтижесі ол есептің сұраққа жауабы шығады. Яғни есеп шартын жазған кезде біз қысқаша жазуды пайдаланады екенбіз. Яғни есепте алдымен не туралы, не белгілі екенін анықтаймыз. Назар аудар, есепте кемінде 2 белгілі болады. Бірінші белгілі туралы ақпаратты, екінші белгілі туралы берілген мәліметті қысқаша түсіреміз. Ал есептің сұрағына сәйкес сұрақты белгілейміз. Шешуі. Егерде барлығын сұраған жағдайда бірінші және екінші белгіліні бір-біріне қосады екенбіз. Сонда жауабы барлығы шығады. Бұл сендерде шартты белгілермен белгілеп көрсетіліп тұр. Ал есептің шешу жолын дұрыс дәл таңдау үшін берілген шарт бойынша есептің моделін, яғни сызбасын сызу өте тиімді. Яғни есепте берілген бірінші бөлігімізді және екінші бөлікті сызбада осылай көрсетеміз. Сонда барлығы қанша екенін анықтауымызға болады. Есеп туралы білімімізді еске түсірсек, енді есепке сәйкес сызба таңдап өзіңді сынап көр. Нағима бағасы 10 теңге тұратын кәмпит және балмұздақ сатып алды. Нағима барлығы 90 теңге төледі. Сонда балмұздақтың бағасы қанша екенін анықтауымыз керек. Бұл есепке төменде берілген қай сызба сәйкес келеді? Ойлан, мұқият қара. Не белгілі? Не белгісіз? Таптың ба? Ендеше өзіңді тексер. Кәмпит 10 теңге, балмұздақтың бағасы белгісіз. Барлығы 90 теңге. Бұл барлығы дегеніміз бүтін, ал оның бір бөлігі 10 теңге, келесі бөлігі бұл балмұздақтың бағасы. Осы сызбаны дұрыс таңдадың деп ойлаймын. Енді есеп шығарып көрейік. Әмиянда 10 теңге бар еді. Оған тағы да 6 теңге салды. Сонда әмиянда барлығы неше теңге болды? Жауабың дайын ба? Онда өзімізді тексерейік. Әмиянда 10 теңге бар еді. Оған 6 теңге салды. Барлығы қанша? Яғни 10 теңгеге 6 теңгені қосамыз, барлығы 16 теңге болды. Жауабың дұрыс деп ойлаймын. Жарайсың. Бүгінгі есеп шығару сабағымыз да соңына таяп қалды. Сондықтан алған білімімізді есімізге түсірейік. Есеп қандай бөліктерден тұратын еді? Сызба бойынша айтып көр. Есептің мәтінінің міндетті түрде шарты болады,
Дұрыс. Және есептің сұрағы болуы керек. Есептің сұрағына жауап беру үшін қандай амал орындайтынымызды анықтаймыз. Бұл кезде бізге есепті модельдеу сызбасы көмекке келеді. Есептің шешуін орындаймыз. Нәтижесі бұл есептің жауабы болады. Осы сабақта қандай жетістікке жеттің екен? Өзіңді бағалап көр. Ол үшін бағалау дескрипторларына назар аудар. Қандай деңгейде үйрендің? Бүгін саған есеп шығару барысында қиналдың ба? Жоқ әлде барлығы қолыңнан келді ме? Мүмкін сен енді басқаларға осы тақырыпты айтуға дайын шығарсың түсіндіруге. Ендеше бағалау дескрипторларына назар аудар. Есептің құрылымын білемін. Қолыңнан келді ме? Бәрекелді. Есептің қысқаша шартын жазаламын. Бәрекелді. Есепті шешу жолы мен және сәйкес сызбаны таңдай аламын. Жарайсың, есептің шешуін орындаймын. Төлем жасауға қатысты ақшаны есептей аламын. Осының барлығы қолыңнан келген балалар тамаша еңбек еткеніңнің кепілі. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймын. Hello, dear students. Welcome to our online school. Let's start our English lesson. Today our topic is food and drinks. Look at the pictures, listen and repeat. Egg, egg. Potatoes, potatoes. Carrot, carrot. Lemon, lemon. Now let's do the exercise. Suretpен сөзді байланыстыр. Potatoes. Can you see the potatoes? Great, well done. Next, lemon. Where's the lemon? Fantastic. Egg. Can you see an egg? Well done. And the last one is carrot. Great. Now let's do the next exercise. Look at the pictures, listen and repeat after me. Bread, bread. Meat, meat. Milk, milk. Butter, butter. Now let's try to do the exercise. Тыңда, суреттер мен сөздерді ретімен орналастыр. Butter, Butter. Where's butter? Well done. Now let's try to find the word. Butter? No. Butter? No. Maybe this one? No. Oh, here it is. Butter. Well done. One more exercise. салыстыр, айырмашылығын тап. What is different? Right, the apple is green. Exactly, there is no milk in the first picture. Well done. Now, let's do the next task. Тыңда, сәйкес суретті таңда. I'd love a glass of gold milk. Glass of milk. Is this a glass of milk? No, this is meat.
Is this a glass of milk? No, this is bread. Glass of milk? Yes. Yes, thank you. I love milk. Next one. My sister hates bananas. Bananas. Can you see a picture of banana? Is this a banana? No, these are potatoes. Is this a banana? Yes. Yes, she hates bananas. Great job. Let's do one more task. Look at the pictures, listen, and repeat after me. Grapes. Grapes. Tomato. Tomato. Lettuce. Lettuce. Onion. Onion. Cheese. Cheese. Orange. Orange. Peach. Peach. Salad. Salad. Now let's do the exercise. Тыңда. Суреттерді ретімен орналастыр. Number 1. Tomato. Lettuce. Onion. Grapes. Well done. Number 2. Orange. Salad. Cheese. Peach. Well done. Now let's go to the next part. Look at the pictures, listen, and repeat. Pear. Pear. Lettuce. Lettuce. Potatoes. Potatoes. Banana. Banana. Here we have 2 groups. Vegetables. Көкөністер, Fruit. жемістер. Now let's do the exercise. Суреттерді топтастыр. Pear. Do you think pear is a vegetable or a fruit? Fruit. Well done. Next, lettuce. Do you think lettuce is a vegetable or a fruit? Fruit? Oops, no. Lettuce is a vegetable. Potatoes. Do you think potatoes are vegetables or fruit? Of course, vegetables. Banana. Do you think banana is a vegetable or a fruit? Fruit. Great job. Let's do one more task. Тыңда. Дұрыс жауабын таңда. I love sweet apples. Apples. Is this an apple? No. We never eat white bread. Bread? Is this bread? No. Lemon juice is so sour. Lemon. Is this a lemon? Yes. Next one. Let's have a banana split. Banana. Is this a banana? Yes. Next. I hate peeling potatoes. Potatoes? Are those potatoes? Yes, great. And the last picture. Potato chips are not healthy. Potatoes? No. I'll have a loaf of bread, please.
Bread? Yes. Great. And the last exercise for today. Тыңда. Сәйкес суретті таңда. This pear looks delicious. Pear. Can you see a picture of a pear? Yes. You're right. This pear tastes so good. And one more. I want some jam, please. Jam. Where's jam? Great. I love jam. Well done. This is the end of our lesson. Thank you. Goodbye.